Армысыздар, сіздермен бүгін Хавал H5. Қозғалтқышына қарасаңыздар, артық ештеңесі жоқ, 2 литрлік, 218 аттың күші бар. 100-ге 13,5 литр жейді. Бұл көлік заводтан 2 түрмен шығады, дизельный және бензинмен. Бізге қазір қызықтыратыны бензинмен, коробка автомат 8 сатылы болып келеді. Ал бұл көліктің фарларына келетін болсақ, 4 LED Performance, яғни ақылды фарлар болып келеді. Ал алдыңғы дөңгелектеріне келетін болсақ, 18-дік шанақта орналасқан. Менің ойымша бұл жерде апгрейд керек. Қарасаңыздар, 20 сантиметрлік орын бар. Бұл көліктің бейне бақылау жүйесін айтатын болсақ, бұл көлікте 18 камера орналасқан. Яғни 360 градуста толығымен бейне бақылау жүйесі бар. Маған ұнап тұрған жері бұл жерде климат контролінің бәрі кнопкамен және де аварийка кнопкамен. Бірақ бұны климат контроль полный, бірақ жүйеге ғана байланысты. Яғни сізге артыма, алдыма бәрібір. Бір адам жаурап отырмын, бәріңіз жаурап отырасыздар. Және артық несі бар? Салонның бәрі пластмасс, эконом класс екен көрінеді. Есік жақта кішігірім жасанды былғарыдан жасалған жерлері бар. Басқа ештеңе жоқ. Орындық жасанды былғарыдан, оригинал жоқ. Не айтамыз? 2 USB порт, беспроводный зарядкаға жоқ, 12 вольттық қуаттағыш жүйесі. Ал ручникке келсек, коробка передачаның ручкасына келетін болсақ, бұл жерде танк 300-дікі. Ауыспаған, тура сол қалыпы. Мынаның басында аша алмауыңыз мүмкін, бардачокты. Оны тек қана тарта саласыздар. Оны бүйтіп алдыға тартып, артқа тартып, кнопка іздеп, онда ештеңе қажет жоқ. Кішігірім ғана отсек бар. Мына жерден су қоюларыңызға болады, 2 адамға арналған. Регулировка жасалынады, үлкейеді, кішірейеді. Кішкентай ғана бардачок. Басқа не бар? Басқа ештеңе жоқ. Күн қағарында. Түк жоқ. Күн қағар, пустой. Қарасаңыздар. Резинка жоқ, айна жоқ, жарық. Ештеңе жоқ. Зато очки салғыш бар. Ал орындыққа келетін болсақ, тек қана жүргізуші жағында ғана автоматты, электронный автоматты. Ал пассажир бәрі механика болды. Қай заман құрсын. Бұл көлік толық жетекті болғандықтан пониженныйға саласыз, ақырын рулевой рычагпен скорость ауыстырасыз да, любой жеріңізде шығып кетеді болсын. Бұны жақсы жасаған екен. Фарлары қарапайым, артық ештеңесі жоқ. Фардың кнопкаларын қара. Жапондықтардікі сияқты емес, төмен жақта емес, көзге көрінетін жерде. Онысы жақсы. Ал рульге келетін болсақ, бұл тек қана астыға және үстіге механикалық қолмен басқарасыздар. Бұны өздеріңізге тарту, нету деген әңгіме жоқ. Қалай болды? Қарның болса қалай болады? 2 метр бойыңмен қалай болады? Не істейміз сонда біз, қазақтарға арналмаған бұл? Мынаны қараңыздар. Пульт әдемі екен, бірақ вряд ли пультің әдемі екен деп маршаны алып кетуге. Ал артқы салонға келетін болсақ, артқы салонда орын бар. Жетеді орын. Бірақ сиденье тік. Регулировка жасайтын болсақ, бірақ деңгейі бар. Бірақ аяғын сос қойып отырасың. Алдында 1.80 водитель отырды. Мен отырдым. Өзіме регулировкасын жасағам, орындықтың бәрі. Деңгейі нормально. Екінші адам аяғын сос қойып отырған. 2 метрлік адам қысылмайды мұнда. Бұл көліктің ең бастысы, бұл саяхатқа шығуға арналған көлік. Неге екенін көрсетейін бе? Өйткені мынаны қараңыздар. Кетті. Екіншісі кетті. Әдемі болып жата қалады. Түп-түзу. Бұны қазір сіздермен багаж арқылы көрсетемін. Ал қарасаңыздар, бойым 1.80, полный рост, отыра беруге болады. Жататын болсаң. Аяғым жетпей жатыр ма? 2 метр адам қиналмай жататын жер ғой мынау. Еще мына жерге аласыз. Матрас төсейсіз, үстіне жастық қоясыз, мына жақтан былай жатасың. 2.10, 2.20 сиіп кетеді ғой мына жерде. Таза саяхатқа арналған ғой. Жоқ, қиналмайсыз бұл жерде. Ал оның багажға келетін болсақ, багажда артық ештеңе жоқ. Мына жерде ойбай-ай. Домкрат бар және шумоизоляция. Нормальный шумоизоляциясы. Қалың. Түк естілмейді дауыс. Багаж қолмен. Ойбай, біраз күш кетеді. Бактың көлемі 80 литр.
Бұл көлік жанармайды көп тұтынатын болғандықтан қытайлар бакты үлкейткен. 80 литр жетеді деген ғой сіздерге. Бактың несін ұстайтын қайдай? Порогқа келетін болсақ, порог бізде үлке ұзын, өте төмен. Бұл көлікке недорожный болғаннан кейін, бұған порог керек емес деп ойлаймын. Өйткені бұл қатты биік көлік емес. Бұл енді 14 миллиондық көлік үшін бұл жерде люк жоқ, және көп заттар механикалық. Бұл енді эконом классқа жатады. Бұл отбасылыққа, саяхатқа, және де басқа жаққа барып, походқа барып шығып қайтқандарыңызға бұл өте таптырмас көлік болып табылады.